哈萨克斯坦。 Қытай Халық Республикасы, Шанхай. Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясы. Бас мейман Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев. Аттай қалап шақырған адам Қытай Халық Республикасының төрағасы Си Цзиньпин. Шақыруын қабыл алған Қасым-Жомарт Тоқаевқа зор ілтипат білдірген Си Цзиньпин Қазақстан мен Қытайдың берік орнаған мәңгі әрі жан-жақты стратегиялық серіктестігі бірлескен күш-жігердің арқасында қалыптасқанын айтты. Тиісінше Қазақстан президенті екі мемлекеттің жаһандық орнықты даму және қауіпсіздікті қамтамасыз ету мәселесіне қатысты ұстанымдары ортақ екенін тілге тиек еткен. Қытай халықаралық қоғамдастықта үлкен беделге ие. Оның жетістіктерін бүкіл әлем мойындаған. Мен сізді халқыңызды алға жетелейтін мықты көшбасшы, әрі жаһандық деңгейдегі дана саясаткер ретінде аса құрметтеймін. Біз сіздің асыл бастамаларыңызды қолдауға әрқашан дайынбыз. Қазақстан Қытаймен арадағы мәңгілік әрі стратегиялық серіктестігімізді жан-жақты нығайтуға әрқашан мүдделі деді Қасым-Жомарт Тоқаев. Қытай Қазақстанның ең ірі сауда серіктесі. Екі жақты сауда көлемі 49 миллиард долларға жеткен. Қытайдың Қазақстан экономикасына салған жалпы инвестициясы 30 миллиард доллардан асты. Елде Қытайдың қатысуымен 8500-ден аса компания жұмыс істейді. Бірлескен күш-жігердің арқасында Қытай мен Қазақстан арасындағы мәңгілік жан-жақты стратегиялық серіктестік жоғары деңгейге жетті. Сонымен қатар, оны дамыту үшін айтарлықтай әлеует бар. Қазақстан президенті Қытайға қатысты екі ел халқының мүддесіне сай келетін достық саясат жүргізіп келеді деді Си Цзиньпин. Келіссөзден кейін Қазақстан мен Қытай үкіметтері арасындағы 2027-2030 жылдарға арналған сауда-экономикалық ынтымақтастық бағдарламасы мен жол картасына қол қойылды. Бұл құжаттар екі жақты ынтымақтастықтың ұзақ мерзімді бағыттарын белгілейді. Жаңа инвестициялық және технологиялық жобаларды жүзеге асыруға негіз болмақ. No country should remain only a consumer of artificial intelligence. Every state should have an opportunity to build its own digital infrastructure and institutional capacity. And once again, it's about justice and fairness. Our common concern and task is to ensure that artificial intelligence serves for economies and societies while being remained under able and reasonable human governance. Әлемнің назар ауған ғаламдық жиында Қасым-Жомарт Тоқаевтың осылай нық сөйлеуге толық хақысы бар еді. Өйткені Қазақстан өзінің ұлттық жасанды интеллект стратегиясын қабылдап, халықаралық деңгейде серіктестік орнатуға көшті. According to the United Nations, investment in artificial intelligence infrastructure and related technologies grew by an average of 47% annually, and the global AI market is expected to reach nearly $5 trillion by 2033. Therefore, one thing seems to be clear. AI governance must become comprehensive, covering the entire chain, from semiconductors and data centers to ethics, education, and human dignity. Жасанды интеллект дәуіріндегі Қазақстан бұл үлкен мүмкіндіктер мен стратегиялық шешімдер тоғысқан мекен. Бізде Алатау Ситиден Транскаспий дәлізіне дейін, мектеп партасынан ғылыми зертханаларға дейін цифрлық трансформация жүріп жатыр. As to Kazakhstan, digital transformation is one of major areas of our national development strategy. The new constitution of my country makes a special emphasis on AI and its extremely important role in reaching and promoting progress in sustainable development of Kazakhstan. The Constitution also guarantees every citizen's right to get personal data protection. We declared the current year as the year of artificial intelligence and digital development and launched Digital Kazakhstan 2029 national strategy. And we are proud to have adopted the law
on artificial intelligence and the new digital code, and also to have launched the Smart City Full Pact technology in Astana, in our capital. Smart City – бұл қала тұрғындарының өмір сүру сапасын жақсартуға, ресурстарды үнемдеуге және қауіпсіздікті арттыруға бағытталған бір тұтас экожүйе. Қала тұрғындары және қонақтары да өздерінің жайлы түрде сезіну үшін, сондықтан біз осы деректер өңдеу орталығын салдық. 60 мыңнан астам бейнебақылау камераларын қадағалау үшін, мысалы, орташа есеппен 2 мыңнан астам адам керек. Осы жасанды интеллектті енгізгеннен кейін, бүгінгі таңда 18 адаммен біз осы жүйені бүкіл қаланы бақылай аламыз. Қазіргі балалар жасанды интеллектімен бірге өсіп келеді. Бұған Қазақстанның стратегиялық жауабы білім. Технологияны тұтынушы емес, оны жасаушы ұрпақ тәрбиелеу. Осы мақсатта еліміз тарихи қадамға барды. Биылғы жаңа оқу жылынан бастап мектеп бағдарламасына жасанды интеллект негіздері пәні енгізіледі. Осы іргелі білім жасанды интеллект саласына келгенде, тереңірек бойлауға үлкен септігін тигізбек. Күн ертең бұл әлеуетті тек медицинада ғана емес, мемлекеттік технологиялар, мұнай-газ, тау-кен өндірісі, әсіресе қаржылық технологиялар саласында сәтті қолдануға болады. Бұл орайда Қазақстанның медицина саласында кеңінен қолданылып жатқан жасанды интеллект технологияларын ерекше атауға болар. Соңғы жылдары елдегі жетекші медициналық орталықтарда жасанды интеллект элементтері бар нейронавигациялық жүйелер мен роботтандырылған қондырғылар қолданыла бастады. Ол біріншіден жаңа уақыт үнемдей бастады. Екіншіден уақыт үнемдеген екен адами ресурстарының санын үнемдейді. Ол деген тікелей қаржыларға байланысты. Біздің саланың өзінде осы соңғы жылдарда енгізілген цифрлық құрал жабдықтардың өзінде біз миллиардтаған мемлекеттік қаржыны үнемдей бастадық. Біз алғашында инсультті ерте анықтау және диагностикалау жобасынан бастаған едік. Қазір ауқымымыз кеңейіп, жүрек қан тамыр ауруларында қамтып жатырмыз. Бәрі осыдан 6 жыл бұрын Алматыда басталған болатын. Ал қазір Америкада клиникалық зерттеулер мен сынақтарды бастап кеттік. Дүниежүзілік жасанды интеллект конференциясында мемлекет басшысы елімізде ірге көтеріп жатқан және бір ғажайыпқа арнайы тоқталған. We are putting priority on the strategic development of Alatau city as the first fully integrated digital city in Central Asia with a special legal regime fixed in the new constitution and aimed to attract global technology companies, investors and innovators. And first of all, of course, from China. Осылай деген президент Алматыда Біріккен ұлттар ұйымы СКАТО жанынан орнықты даму мақсаттарына арналған Азия тынық мұхиты цифрлық шешімдер орталығы ашылатынын мәлімдеді. From our perspective, this newly established global organization has great potential to become a leading international institution, making the future of global AI. Kazakhstan would be honored to host the inaugural meeting of the World Artificial Intelligence Cooperation Organization in our capital, in Kazakhstan. And we also propose to harbor its regional office for Central Asia. Қазақстан жасанды интеллектіні ұлттық даму стратегиясындағы басым бағыттардың бір ретінде айқындап, оны дамытудың мемлекеттік стратегиясын жариялады. Сондай-ақ бұл саланы үйлестіру үшін тиісті мемлекеттік құрылымдарды қалыптастырып, цифрлық мемлекет құру мақсатын алға қойған. Жасанды интеллект жай ғана тренд емес. Бұл жаңа дәуірдің мұнайы. Мемлекеттердің бәсекеге қабілеттілігі енді олардың табиғи байлығымен емес, цифрлық кодтардың қуатымен өлшенбек. Осыған орай мемлекет басшысы Қазақстан-Қытай қарым-қатынасын жаңа деңгейге көтеретін маңызды бір ұсыныс айтты. We propose to launch the Kazakhstan-China Digital Bridge Initiative, mostly aimed at accelerating digital commerce and serving as a practical model for integrating digital economies across the Belt and Road Initiative. Our proposal to announce next year as the year of joint undertakings of both countries in AI area.
可以看出中国在人工智能方面已经 Қытай жасанды интеллект саласында әлемдегі жетекші елдердің бірі. Ал Қазақстан жасанды интеллектіні дамыту қарқынымен Орталық Азия мен ТМД елдері арасында көшбасшы. Сондықтан болашақта екі ел бұл салада тәжірибе алмасуды кеңейтіп, бірлескен жобаларды жүзеге асырып, ортақ дамуға қол жеткізе алады деп сенемін. 尊敬的女士们、先生们， Мемлекет басшысының Шанхай сапарындағы үлкен бір оқиға Қытайдың ірі бизнес өкілдерімен дөңгелек үстел форматында өткен кездесу. Жеті жұрттың тілін білетін біздің президент төраға Си Цзиньпин мен осы жиынға қатысушыларға олардың өз тілінде алғыс айтып бір сүйсінді. Жас кезінде Бейжің тіл және мәдениет университетінде білім алған. Сондай-ақ, осы елде дипломатиялық қызмет атқарған әлемдік деңгейдегі көшбасшының айрықша қадам еді бұл. Сонысымен де осы ел үшін дос пейілді тұлға екенін және бір рет айшықтаған. Connecting China with Central Asia, the Caucasus, the Middle East and Europe. 13 international transport corridors pass through our country, while approximately 85% of all freight traffic between China and Europe transits Kazakhstan. Over the past 15 years, Kazakhstan has invested more than $35 billion in transport and logistics infrastructure. We are constructing new railway lines and expanding the capacity of the Trans-Caspian transport route, widely known as the Middle Corridor. Our objective is to create a single digital transport space across Eurasia. Қытай бизнес өкілдердің бетке шығар қаймақтарымен өткізген дөңгелек үстелде президент ел аралық қарым-қатынасты күшейте түсер қадау-қадау жоба жоспарларды ортаға салды. 哈萨克斯坦愿意为中国投资者提供稳定、可预期的营商环境、完善的投资保护机制以及全方位的政府支持。我们的目标不仅是吸引资本，更希望与中方提供推进技术开发、建设联合研发中心，打造新的产业价值链，并共同培养未来知识型经济发展的高素质人才。 Қазақстан-Қытай қарым-қатынасы жаңа алтын 30 жылдыққа қадам басты. Ел аралық жоғары деңгейдегі саяси сенім, сауда-экономикалық және инвестициялық ынтымақтастықты одан әрі кеңейтуге берік негіз қалауда. Қытай мен Қазақстан арасында қарым-қатынастың табысты дамуының басты себебі екі ел басшылығы оның стратегиялық маңызын терең түсінеді. Бұл ынтымақтастық Орталық Азияның, Еуразия кеңістігінің және тіпті жаһандық тұрақтылықтың сақталуына да зор үлес қосады. Қашанда еліме болсын деген мақсатынан айнымайтын, біздің президенттің арқасында бұл жолы да жалпы құны 15 миллиард доллардан асатын 70-тен астам коммерциялық келісімге қол қойылды. Қазақстанның заманауи цифрлық экономикасын қалыптастырып, жасанды интеллект пен жоғары технологиялық өнеркәсіпті дамытуға баса мән беруі президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың негізгі стратегиясы. Бұл орайда мемлекет басшысының әлемдік деңгейдегі алпауыт компаниялардың басшыларын арнайы қабылдап, ұзақ мерзімді әріптестік келісім жасасуы Шанхай сапарының салмағын арттыра түскен. Бүгінгі негізгі жетістіктеріміздің бірі Ақтау портының терминалын дамыту жобасының сәтімен аяқталуы. Қазір жергілікті мемлекеттік органдар және серіктестермен жаңа порттар, әуежайлар мен энергетикалық кешендер құрылысы бойынша маңызды келіссөздер жүргізіп жатырмыз. Одан басқа транспорт және логистика саласында CCC компаниясымен біздің еншілес компаниямыз Қазақстан темір жолы Бақты Аягөз темір жолды салуда. Бұл жобаны біз келесі жылдың аяғына дейін іске қосатын боламыз. Президент Тоқаев мырзамен Каспий теңізіндегі құрық портында жаңа терминал салу туралы жобамызды ақылдастық.
Жобаның бірінші кезеңінде терминалдың жылдық жүк өткізу қуаты 15 миллион, ал екінші кезеңде 25 миллион тоннаны құрайды. Жоба аясында Қазақстанда 800 жаңа жұмыс орны ашылады деген жоспар бар. Оның 70% Қазақстанда жоғары білікті техникалық мамандарға тиесілі болады. Бұл интеллектуалды басқару жүйесімен жабдықталған, халықаралық жасыл және төмен көміртекті стандарттарға сай заманауи порт болмақ. Порттағы барлық тиеу түсіру операцияларының деректері, логистикалық мәліметтер, ауа райы ақпараты, кемелердің қозғалысы туралы деректер мен теміржол тасымалына қатысты ақпарат бірыңғай цифрлық жүйеге біріктіріледі. Қасым-Жомарт Тоқаевтың Шанхайға сапары Қазақстанның дамып келе жатқан жаһандық жасанды интеллект экономикасындағы жаңа мәртебесін белгіледі. Қол қойылған келісімдер деректер орталығы алқабы мен Алатау қаласының тұсаукесері, Бейжіңнің технологиямен бөлісуге дайындығы мен президентіміздің цифрлық Қазақстан стратегиясы, цифрландыруды жаңғыртудың негізі және Қазақстан-Қытай стратегиялық ынтымақтастығының жаңа өлшеміне айналған біртұтас архитектураның элементтері еді.